Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерді алдыда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Сол себепті менде бір ай көлемінде YouTube каналымда тек жаңа жылдық рецепттер болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Егер тіркелген көрермендерім болса, тіркелу батырмасының қасында қоңырауша белгісі бар. Сол белгіні басып қойсаңыздар, менің салған видеом бірінші сізге көрініп тұратын болады. Бұл салатты дайындауда ешқандай қиыншылық жоқ. Өздеріңіз білесіздер, үнемі біздің жаңа жыл мерекесінде дастарханымыздан табылатын салаттардың бірі. Бұл салатты дайындау барысында мен 2 штук тұздалған қиярды пайдаландым және 200 грамм колбасаны қостым. Мінекей барлығын 4 бұрышты етіп майда бөліктерге кесіп аламыз. Егер сіздер колбасаны қолданбайтын болсаңыздар, отбасы мүшелеріңізбен ұнатпайтын болсаңыздар, оның орнына асылған етті қолдансаңыздар болады. Одан кейін 1 штук сәбізімізді кесіп аламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, менде кішкентай тәрелкемен 4 тәрелке шықты. Өзіңіздің үйге шақыратын қонақтарыңыздың санына байланысты ішіне қосатын қоспаларды көбейтіп жасасаңыздар болады. Одан кейін 4 штук картошканы пайдаландым. Барлығын алдын ала асып дайындап аламыз. Одан кейін 3 штук жұмыртқаны бұрышты етіп қостым. Арнайы банкадағы жасыл бұршағымызды қосамыз. Одан кейін үстіне тұз саламыз, қара бұрыш қосамыз және майонез қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін тұзын көріңіздер, бұрышын көріңіздер. Жетіспеген нәрсесі болса, тұз, бұрыш жетіспеген болса, немесе майонезі аз болатын болса, қайтадан қосып дайындап жіберсеңіздер болады. Өйткені майонез көп болған сайын сіздің салатыңыздың дәмі кіретін болады. Сондықтан көп майонез қосуға кеңес беремін. Одан кейін мен осындай арнайы формаға салдым. Домалақ етіп формасын келтіріп жатырмын. Егер сіздерде арнайы форма болмаса, мен секілді осындай майонездің босаған ыдысын домалақ етіп қолдансаңыздар болады. Үстіне әсемдік ретінде аскөкті қойып жатырмын. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіз. Ас болсын.